Сәлем достар, бүгінгі видеода Excel'дегі ұзын кестелердің шапкаларын қалай жылжытпай қатырып қоюға болатынын көрсетеміз. Яғни закрепление. Мысалы, мына кестені алатын болсақ, бұл ұзын болғандықтан бұлай жылжытсақ, магазиннің аты жоғалып кетеді. Келесі столбецтарда магазиннің аты көрінбей қалады. Және астыға қарай түсірсек, мүлдем кесте жоғалып кетуі мүмкін. Сондықтан бізге керек графаларды қалай закреплять етеміз, яғни қалай орнынан қозғалмайтындай қатырып қоюға болады. Ол үшін мысалы Б столбецындағы магазиндердің аттары керек болса, біз С столбецына қойып тұрып, мына жерде вид деген окошко бар. Вид дегенге басып, закрепить области дегенді басатын болсақ, закрепить выделенные строки дегенді басамыз. Ал енді результатты қарап көрейік. Оңға қарай жылжытсақ, міне магазиніміз орында тұр, атаулар яғни, ал кестеміз оңға солға жылжып жатыр. Және бізге аяқтарында мысалы жылжымайтындай қылып жасау үшін тағы да вид дегенге кіреміз. Алдымен қазір снятие жасап қояйық. Осы вид дегенге кіреміз де тағы да басамыз. Мысалы үстіңгі графа керек қой бізге қозғалмай тұру үшін. Закрепить области дегенде выделенные строки столбцы дегенді басамыз. Және астына қарай төсек, міне басындағы аяттары барлығы қозғалмай тұрады. Сіздердің кестеде шатаспауларыңыз үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, видеоңызға лайк басыңыздар, алда әлі пайдалы ақпараттар көп болады. Рахмет.